Қайырлы күн, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін біз жексенбі жұмыстамыз. Ала бұйыртса плита басамыз. Бізбен бірге көршілер үшінші блок тоже плита басады. Міне блоктарын полный көтеріп тастаған, енді плита басу. Бізге 2 күн шторм беріп жұмыс болмады. Ну, бірақ көршілер Шымкентский десе, Шымкентский екен таза. Сұмдық қып, сорт-сортымен бүкіл плитасын төгілдіп жинап қойған ғой, ойы. Біз сорлымыздың алдымызда ештеңе жоқ қой, қарсы. Бадядан баста пустой бадя, столдан басқа ештеңе жоқ қой, шіркін. Мына кісілерің мықты тегі 3-ші блок. Осы жерден Шымкент екенін дәлелдеп кеткен ғой, көрдіңіз. Аны сорт-сортымен бәр материалын керегін жинап алған ғой. Чтобы бүгін бізбен енді техниканы талас қалмайды деп алдын ала жағдайын жасап, бүгін чтобы крановой мінген кезде сразу плита басып жұмысты арғай заготовкасын жасап ұра беретіндей қып ше. Сол біз деген енді бұлай накопительныйдан күтіміз. Накопительныйымыз мына яқта. Бұяқа техникаларымыз енді барып, жайғазып, автокран орнатылып жатыр. Сонымен бар техникамен, длинномермен жібереді енді бұйырған нелерді, плиталарымызды. Бүгін бұйырса қалай болатынын білмеймін. Енді может жарты күнде, может бір күнде басармыз. Енді ол келуіне байланысты. Наларың енді примерно айтайын ба. Наларың газ тасқап тұрып бір 3 сағатта жауып тастайын деп тұрған плитаның бәрін ше. Жоқ 3 сағат, жоқ 3 сағат емес. Жарты күнде точно жауады онан. 3 сағат деп мен өз блогымда айтып жатырмын ғой, өзім блогым кішкентай мыналарды 2 есе үлкен, значит 3 сағат, 6 сағатта жауып тастайды онан примерно. 6 сағатқа жеткізбей. Вот бізде сондай жаңалық. Сіздерде не жаңалық, қандай жаңалық, не істеп жатсыздар? Қайдасыздар?